Арма қазағым, бұл бейнеде мен Гомердің әйгілі Одиссей дастаны туралы айтып кеткім келеді. Маған ұнайтын бөлігі туралы айтып кеткім келеді. Одиссей және оның жолдас жоралары Кирканың аймағына жеткен кезде Одиссейдің жолдас жоралары орманның ортасына кетіп, сияқтан су мен жейтін тамақ іздеуге кетеді. Бірақ бірнеше күн өтеді, олар оралмайды. Қобалжыған Одиссей достарын іздеуге шығады. Сөйтіп орманның ортасында, аймақтың ортасында ол Кирканың сарайын табады. Кирка деген қыз сол аймақта неше ғасырдан бері тұрып жатқан болады. Ол Гелиос құдайдың, яғни күн құдайдың қызы болады. Кирка дегенмен гректердің түсінігі бойынша төмен сатыдегі құдайдың біріне жатады. Бірақ оның құдіреті өте үлкен болады, өте зор болады. Одиссей сарайға кірген кезде өзінің жолдас жораларын танымайды, бірақ оның жолдас жоралары сол сарайда болады. Түсінген кезде сол сарайдағы көрген шошқаларды көріп, Одиссей бірнеше уақыттан кейін сол оның жолдас жоралары екенін түсінеді. Сөйтіп Одиссей жылайды. Кирканың алдында сұрайды: менің жолдас жораларымды қайтадан адам қыл деп. Көптеген адамдар бұл жерді дұрыс түсінбейді. Сөйтіп айтады: Кирка дуахан, Кирка адамды шошқа қылып жіберді деген сияқты. Бірақ Кирка ол кім болады? Әрбір халықтың мифінде үлкен символизм бар. Бұл жерде де символизм бар. Сонымен Кирка ол пәк қыз болады, және оны тұңғыш рет көрген кезде Одиссейдің жолдас жораларының ойлары түрлі жаман нәрсеге кетеді. Сонда олар Кирканың аймағына келмей тұрғанда да олар шошқа болған, және қасиетті Кирканың жеріне аяқ басқан кезде олар өзінің шын бейнесін алады деп түсінуге болады бұл жерде. Кирка Одиссейді және оның жолдас жораларын ұзақ уақытқа дейін босатпайды. Бірнеше жыл өткеннен кейін олар бостандыққа шығып, Кирканың аймағынан кетеді. Сонымен неге сонда Одиссейдің жолдас жоралары, шошқа жолдас жоралары Киркадан тәрбие алып, қайтадан адам бейнесіне түсіп, Кирканың аймағынан кетеді. Аман болыңыз, қазағым.